Менің әр таңым осылай басталады. Адам сағат 7-ден бастап әкеме көмектесем, осылай жылқыларды суғарып, шөптерін беріп, содан кейін барып жұмысқа шығатын боламын. Жалпы менің жақсы көретін жануарым осы жылқы. Ағам да, әкелерім де барлығымыз жылқыға қатты құмармыз. Содан кейін шығар осыларға осындай қамқор болып, осындай іске атсалысып жүргенім. Жалпы ең сүйікті жануарым өзім бос уақытымда атқа мініп тұрам. Әкем рұқсат еткен кезде ғана әрине. Менің ең жақсы көретін жылқым Сұлтан аты. Бәйгеден қаншама бірінші орындар алып келген. Осылай камерадан ұялып жатқан шығар, енді адамдар да ұялады ғой камерадан. Қайырлы таң! Бұл жақта менің әкемнің жақсы көретін жылқылары. Себебі мұндағы жылқылар қандай жарысқа барса да, бәйге барса да орынсыз қайтпайтын жылқылар. Бұның аты Сұңқар. Ой, молодец де. Жалпы негізі мені жұмыста көргенде әріптестерім бар. Жалпы сырттан көрген адамдар тырнақпен, кірпікпен, көйлекпен жүргеннен кейін бұндай тірлік істей алады деп ойламайды. Бірақ енді мен әкеме алдымен алғыс айтқым келеді, осындай нәрсеге пісіріп, осындай нәрсені үйреткен. Жалпы қыз баласы болғаннан кейін сырттың тірлігіне де, үйдің тірлігіне де, жалпы өз мамандығым бойынша жұмысыма да үлгерген, өзіме қатты ұнайды. Бұл істі істегенім үшін де мен андай бір ұялып, ондай нәрсе менде болған емес өмірімде, себебі мен мақтан етем. Осындай нәрселер қолымнан келетіне. Мен негізі керемет атты ерте алмайым, бірақ бар білгенімше істеп, өзім осы уақытында мінемін. Қанша 6 ай ма өзі жұмыс істеп жатырық. Мен Жанардың бұндай тірлікке екенін бар екенін білмеппін. Дуа етсейші, білетін бедім. Мақта. Ой, енді атқа мініп көрейік. Кел. Өзің міне алсын ба? Әрине. Құрбыларыңды да байқаймыз ғой, өте сұлу. Қаланың қыздары да көбінесе ше. Сенен қаланың қызсың. Жалпы осы құрбыларыңнан ыңғайсызданбайсың ба? Намыстанбайсың ба? Осындай жұмыс істеп жүргеніңе, мысалға таңмен таласа тұрып, өстіп шөп салып малға деген секілді. Шыны керек, негізі мен мақтан етем. Мақтан етем, себебі мен қолымнан осы нәрсе келетініне, осылай атқа міне алатынды шынымен мақтан етем. Себебі үйдің де тірлігіне үлгерем, аттың да тірлігіне істеп үлгерем. Әйел деген 40 жанды дейді ғой, жаңада айтып өттім ғой, сол сияқты барлық істі алып жүргеніме өте анам мен әкеме шынымен алғысымды білдірем. Бірақ көп адамға негізі айта бермеймін. Бірақ білетін адамдар таңғалады, сен қолыңа осындай нәрсе келе ме дегендей. Әкем де келіп қалды осы съемканың үстінде. Осы табыс көзінің, осы жылқылардың басын ұстап отқан осы кісі. Бірге сұхбаттасып көрейік. Әкем не айтады екен мен туралы? Мен қызымды мақтан тұтамын. Кішкентайынан өзіме қолғабыс болып, осы малыма қолы бос уақытта көмектесіп тұрады. Аллаға рахмет осындай жақсы қыз бергеніне. Қызым, жұмыстан кешіп қалмайсың ба? Болып қалдым, қазір шығам. Бол, жұмысынан кешіп пе? Жалпы негізі менің жақсы қасиетім бар. Адамдармен тез тіл табысып кетемін да. Әсіресе көлік жүргізушілермен анда барғанда, мұнда барғанда ол кісілер өздерінің шешілмей жатқан проблемаларын айтады, мүмкін жеткізерсіңдер дегенде біз шақырады, түсірілімге барамыз, қол ұшын көмектесеміз, әрине халықпен жұмыс істеу біздің міндетіміз ғой.
Жалпы негізі мен азанда мал жайғап шыққаннан кейін түске дейін жұмыста боламын. Түскі уақытта модельдік агентствомен жұмыс жасаймын. Яғни дүкендермен шаш үлгілерін, макияждарды, киімдерді реклама жасаймын. Сенбі-жексенбі күндері тортқа тапсырыс қабылдаймын. Яғни уақытымды барынша тиімді пайдалануға тырысамын. Уақытымды құрдан-құр кетіргім келмейді. Барынша барлығын өзім жақсы көретін істермен, өзімнің хоббиіммен айналысқанды қатты ұнатамын.